барыңдар. Мен басқарушы компаниясында жұмыс істеймін. Менде әмбебап күру картасы бар. Мен сендерге 3-ші корпустың есігін ашуға көмектесе аламын. Тек тамақталған кезде менімен бөлісуді ұмытпаңдар. Азық-түлік тиелген бірнеше жүк көлігі туралы естігенде бәрінің көздері жанып кетті. Мұны көргенде мен терезесіне қарай бірнеше рет жарып оған ескерту жасағым келді. Мені қолшаммен басқа жаққа жарып түсіріп жатқанымды көріп, болмайды. Өз ойыншықтарымен ойна. Кенеттен әлгі қызды құтқару үшін осы дронды пайдалануға болады. Бандаж бар ма деп сұрайын. Телефонды пластикалық скотчпен дронға мықтап таңып, дронды қорғаусыз қалған зауытқа қарай бағыттады. 3-ші корпуста Матен бәрін ең жоғарғы қабатқа бастап барды. Бірақ дәлізде берік темір есік болады деп күтпеген еді. Басқарушы компанияның аула сыпырушы әйелі ішке қарай дауыспен қарлыға айғайлай бастады. Мен басқарушы компаниядан Диана апайым. Соңғы күндері мен сіздің супермаркеттен бірнеше жүк көлігін тауар тапсырыс бергеніңізді көрдім. Бір өзіңізге мұнша мазаттың керегі жоқ. Есікті ашып, азық-түліктің бір бөлігін басқа тұрғындармен бөлісе аласыз ба? Аула сыпырушы әйел сөзін аяқтай бергенде есік ашылды. Сіздің компанияның өз супермаркеті бар сияқты еді ғой. Бір өзіңіз бәрін тауысып жей алмайтыныңыз анық қой. Неге сіз қалғандармен бөліспейсіз? Бәрі бірден басқарушы компанияның аула сыпырушысына жалт қарады. Сіздер басқарушы компанияның кішкентай супермаркетінде болмақ едіңіздер, сондай кішкентай бөлмеде көп тауар болуы мүмкін бе? Ал пәтерде бірнеше жүк көлігіне татитын азық-түлік сақтаулы тұр. Одан да бізге өз қорыңызды беріңіз. Оларды алған бойда біз бірден кетеміз, және сізге ешқандай кедергі жасамаймыз. Маған мүлдем кедергі жасамаймын дейсіз бе? Онда сіздің артыңыздан балкондардан кімдерді лақтырып жатты? Сіз сондай адамдарға көмектесіп тұрсыз ба? Ол бүкіл қорды алғаннан кейін сіздерді де өлтіреді деп қорқпайсыз ба? Тікұшақ жерге қонуға тәуекел етпей тұр. Арнайы қызметкердің құтқару жұмыстарынан қашан бастайтыны кім білсін? Азық-түліксіз бәріміз қырыламыз. Мұны естігенде соғыша келген ер адамдардың бірі басқарушы компаниясының апайын аяусыз итеріп жіберді. Бос мол шындағанды қой, қане тезірек қуып тұрыңыз. Кім есікті бұзып жатқанын көрейік. Ол оқ атуға батылы бармайды. Толықша адам өрт сөндіру балдасын көтеріп, темір есікті бар күшімен ұрды. Шесяуидің шынымен де оқ атуға дайын тұрғанын көріп, ол шошып кетті де кеткісі келді. Матен толықша адамды жағасынан ұстап, темір есікке қарай қысты, көпшілікке бұрылды. Оны бұғаттаңдар, бұзыңдар. Бері жібер. Матен сол сәтте толықша адамның басынан балғамен ұрып қалды. Тұр, яма! Адамдар бірден артынан Тамақ жеп алайын, бір-екі сені ұрттап алайық. Неге қашып барасыңдар? Осы сәтте жаңа ғана төмен қарай қашқандардың бірі қайтадан жоғары көтерілді. Дәлізде келеттен қаптаған зомбилер тобы басып кірді. Менің үйіме қарт анам мен кішкентай балапаным бар. Балаларым бар. Өтінемін, есікті ашып мені ішке кіргізіңізші. Алдағың келе ме? Қателестің. Осы сәтте оларға қарай телефон таңылған дрон ұшып келді. Матен механикалық түрде балғасын сермеп дронды қағып түсірді. Дрон қирап қалса да, оған таңылған телефон бәрібір қатты музыканы ойнатуды жалғастыра берді. Матен істің насырына шапқанын сезіп, баспалдақпен төмен қарай жүгірді. Матеннің кенеттен қаша жөнелгенін көріп, қалғандары алдымен аңтарылып қалды. Кейін баспалдақтан төменге қарай көз тастады. Ол жерде шынымен де зомбилер жүреді. Өтінемін, есікті ашыңызшы, бізді кіргізіңізші. Чаусю есікті тарс еткізіп жауып, өз есігінің алдында неліктен мұншама көп зомбилер пайда болғанын түсінбеді. Ол терезеден жақындап қуатты дүрбісін тұрғын үй кешеніне сыртқа қарай бағыттады. Ол өзінің қуатты дүрбісін менің жүзіме қадап тоқтады. Рахмет. Менің тұрғынымды Матен қиратқаннан бері мен 3-ші корпустың ішінде не болып жатқанын көре алмадым. Мұншама көп жанды. Матенді қазірдің өзінде талап тастаған шығар. Кешкісін сыртта жаңбыр жауды. Біздің кешеннің тұрғындары мұндай сирек кездесетін жаңбыр суын жинап алу үшін қолдарында бар бүкіл кастрюль таздарын сыртқа шығаруға асықты. Анашым, балапандар қашып кетті. Мен ас үйге келгенімде балапандар салынған қораптың қашан екені белгісіз аударылып қалғанын көрдім. Ішінде тек әрең жан сақтап тұрған бір ғана әрең балапан қалыпты. Мен бұл әрең тұрған балапанды тірі қалам екен деп таза ауаға шығардым. Мен кітапқа жазылғандай балапандарға қарғыбау жасап қойсам да, олар бәрібір аздап дыбыс шығарады. Балапандар өсіп қалды, енді оларға тауық қора жасау керек. Келесі күні таңертең мен Яямен бірге бірінші қабаттағы қойманы жинап,
Енді бірақ бандыз бар ғой. Оның бірін балапандардың орны ретінде дайындадым. Жартысын әртүрлі заттарды сақтау үшін пайдаланамын. Содан кейін Бандыз деймін ғой. тауықтардың жұмыртқалауына Достар, болу үшін өте видеоны қымбат құр қарамай, тауық лайк қоры басып тапсырдым. отырыңыздар. Аллаға Мені шүкір, тез кешегі подписчикке әдіс жеткізсек, жоғалып кеткенін байқадым. видео, короче, Ал қызық қақпа болса, жақтан тағы да қызық сирек деп сыбдырлар айтыңыздар. естілді. Әлгі Мен біле беремін, итбалықтарды 90 ұру үшін минут ойнап тағы да отырмын. келгенде, Қалай болады екен? оның арасында таяқ алып, оны Әлбетте де ойнағанбыз, бірақ ол кезде әнім қуып шығып кетті, короче. оның артынан қуып барғанда Ойнап шығып кетті сосын. Аллаға басқа себеппен кіргенін түсіндім. Бандаж болды. Ол қаңғыбас Ол мысықтарды күтіңдер. тоқтатуға ұмтылыпты. Сол кезде әлгі мысық бір балапанды талап етіп жатқан еді. Күтіңдер, Иттің қазір жетіп қалдым. найзағайдай жылдамдықпен қоршауға секіріп шықты. Ина, Кіші, жоқ болмайды. Әуелі оны жуайық, содан кейін сипайсың, жарай ма? Мама, сонда күшікті қалдырамыз ба? Қазірдегі күн электр станциясы тәулік бойы жарық бере алмайды. Егер итті қуып жіберсек, туған қорғансыз қалада балықтарды тағы ұрлайды. Сондықтан оны қалдыруды шештім. Сол түні біз Яя екеуміз Али, ойбай, иттің сағанын естідік. Төменге жүгіріп шыққанда Аллаға бір Делай. күшік келгенін көрдім. Кетім, делай красивый деп жасап қойдым. Пакетті ашып қарасам, ішінде көкөніс Біреген. Рацияны қосқанда жас қыздың даусы естілді. Сәлеметсіз бе, шағын ауланың иесі. Мен 3-ші үйден Чейсяомын. Бірнеше күн бұрын дронда сіз ұшырғаныңызды білемін. Алғыс ретінде сізге көкөніс тұқымдарын жібердім. Ұнайды деп үміттенемін. Тұқымдарды да, рацияны да өзіңізге қалдырыңыз. Болашақта байланысу оңай болады. Мен пакетті шешіп алып, Біз онда жатыр ғой, дрон қайта ұшып ауладан кетіп қалды. Келесі күні таңертең 3-ші үйдің 4-ші қабатындағы терезеден сүйектер мен киімдердің ілініп тұрғанын байқадым. Мен Чейсяодан рация арқылы өзіміздің отыратын жатып отырған ше. тірі шығар. Ол үйде азық-түлік те, су да жоқ қой. Сонда қалай аман қалады? Костер. Сіздің подъездегі 4-ші қабаттың бір Костер бітті. Терезеде Костер бітті. Қайбетімізден. Қалай тірі қалғанына келсек, бәлкім сол қаңқаның арқасы шығар. Бұны естіген Чейсяоның денесі түршігіп кетті. Кеше кеште қатты жаңбыр жауған. Жаңбыр кезінде зомбилердің есту және иіс сезу қабілеті әлсіреген. Осылай сөйлесіп отырғанымызда түс болып қапты. Мен алғыс ретінде балық ұстап Чейсяоға апармақ болдым. Сол кезде біреудің темірді ұрып жатқан дауысы естілді. Мен асығып жоғары көтерілдім. Тұрғын үй кешенінің айтпақшы. әскери пикап тұрғанын көрдім. Дыбысты естіген зомбилер көліктерге қарай жаппай ұмтылды. Мен рация арқылы Чейсяомен байланыстым. Сендер жақта не болып жатыр? Олар жаңа ғана келді, не болып жатқанын білмеймін. Сол сәтте әлгі адамдардың зомбилерге оқ жаудырғанын көрдім. Біз биліктің тапсырмасын орындап жүрміз. Сіздерге қауіпті панахана жеткіземіз. Қажетті заттарыңды алып төменге түсіңдер. Осы күндері мен күн сайын телефондағы радио қосымшасы арқылы ресми органдардың соңғы жаңалықтарын тыңдап жүрмін. Билік қазір жаңа панахана белсенді түрде салынып жатқанын, сондықтан құтқару операцияларының талқылаған күші жоқ екенін хабарлаған. Бірақ әлгі адамдардың біртүрлі күмәндандым. Несі күмәнді? Олар өзін билік жіберді дейді. Ал ресми хабарламаларда барлық күш шығыстағы жаңа базаны салуға жұмылдырғаны айтылған. Уақытша құтқару жұмыстарын жүргізетін адам да жоқ екен. Білмеймін қайшы екенін. Онда мен әзірге төмен түспеймін. Күте тұрыңдар, әлі күте тұр. Базаны сәл кішігір мини база салайық. Беркендер. Беркеш, жинайш. Наварды, кел. Лива. Қалсамай. Менің дәмім. Жағдай қиын. Сен ғана. Әлігіміз. Біз ғана. Аят, делай. Өлтірдің ба? Қамай кеш. Қамай ойнасың, достар. Менімен ойналарым десе, осыны сатаппен. Ебайт ойнаймыз, компьютерға жазып қойдыңыздар, никтарымызды бірге ойнаймыз. Мен сіздерге, ойнаңыздар. Қызықты болады.
осылай. бір топ адам теміресіп кетті. Біз, короче, бөлелермен ойнап жатырмын. Бөле жүремін. Жынды ойнайды. Оған лайк басып қарап қойыңыздар. Төменгі қабат күзетіп тұрған 5 ер адамды алаңдатты. Төмендегілер шағылыспен әлек болып жатқанды кешті. Мен жолы қақпасының жанында тұрмын. Барлық жоспар бойынша өтіп жатқан еді. Бірақ қонақтар жабысты көрген бірнеше қыз көтеріліс жасайды деп ешкім күтпеді. Дегенмен олар өз күштерін асыра бағалады. Бірнеше ер адам оларды тез басып тастады. Қыздарды бағалау үшін арқан алып келгенде олардың бірі жоғарыдан түсіп келе жатқан Чисяоны байқап қалды. Қараңдар, біреу түсіп келеді. Бірнеше адам бірден оған қарай жүгірді. Чисяо садағын шығарып қалған төртеуі дереу қаруларын көтерді. Жалтарып үлгермеген Чисяо қолына оқ тиді. Мен қазір барамын, күте тұр. Ешқашан берілме, сен келсең де көмектесе алмайсың. Сенің қызың бар ғой, оны өсіруім керек. Достар, короче, мен ойналарым кезде қалай ойнайсыңдар десеңіздер, мен 500 күн өмір сүрген баяғыда. Бұл аккаунт емес. Қалғандары да шекерленіп кетті. Олар бірінен соң бірі шабуыл жасап, 3 ер адамның қаруын тартып алуға тырысты. Қолы байланған әйелдердің бірі тіпті тістеп алды. Чисяо ауырған қолына қарамай, садағын қайта көтеріп, бір ер адамды атып түсірді. Келесі атыста ол қызды қинап жатқан адам. Примерно 1 сағаттық видео болды. Чисяоны өлтірмек болды. Жалғасын салайын ба, салмай ақ қояйын ба? Атайын деп жатқанда, әлдекімнің үлкен қолы артынан келіп тамағын қысты. Осы 3 видеоға қосылды. 4-тісін ол. Или 5 видео қылып салайын ба? Маған, короче, болмайды. 1-2 сағаттық қылсам, короче, YouTube менде 15 минут. Мен телефоным Google-ға тіркелген, содан соң код келмейді. Сол кезде мен істемей қалдым да. Видеоны аяқтаймын мұнда. Жалғасын салайын ба? Салмай қояйын ба? Ұзақ мерзім өмір сүру үшін жарты ай бойы ауладан артқы кірпіш үйге баратын жерасты көмейін қастық. Аула мен артқы жаққа үлкен бақшалар жасап, көкөніс тұқымдарын екті. Әр сайын барлығының міндеті нақты бөлінді. Бәріне қойған болдық ұрыс жаттығуларының түсетінмін. Өлім қаупін бастан кешкеннен кейін ешкім босансуға батылы бармады. Ақыр заманның қираған әлемінде біз өз қолымызбен үмітке толып шағын мекен құрдық. Қайта өмірге оралғанда ең жақын құрбымның үйлену тойы өтіп жатқан күнге тап болдым. Бірақ бұл жолы мен тойды тамашалап отырған жоқпын. Керісінше оны бұл жерден қалай алып кетуді ойластырып отырмын. Себебі небәрі 1 сағаттан кейін қаланың түкпір-түкпірінде зомби вирусы тарала бастайды. Орнымнан тұрып қонақ үйдің терезесінен төменге қарадым. Түскі уақыт. Көшеде көлік өте көп. Эстакадаға жетудің өзі кем дегенде 40 минутты алады. Егер жол кептелісіне түсіп қалса, тығылатын жерде болмайды. Ал үйге қайту одан да қауіпті. Осыны ойлап қонақ үйдің қабылдау бөліміне барып, менеджерді таптым. Сіздердің қонақ үйде ең берік есік қай бөлмеде? Не? Қай бөлменің есігі ең мықты? 518-ші президенттің люкстің есігі тапсырыспен жасалған. Өртке де, ұрыларға да төзімді, тіпті оқ өтпейді. Маған дәл сол бөлме керек. Кешіріңіз ханым, ол бөлме бүгінге бұрындалған. Бір түнге 10 000 юан төлеймін, үстіне тағы да 10 000 сыйақы беремін. Ол телефонына бір қарап, маған тағы бір қарап алды да рациямен біреуге хабарласып, бөлменің картасын қолға ұстатты. Маған тағы күшті киіп керек. Қандай болса да келіңіз. Бәрін 518-ші бөлмеге жеткізіңіздер. Тағы 2 000 юан беремін. Ақшаны алған соң менеджердің қимылы қояннан да жылдам болды. Содан кейін қонақ үйден бірнеше күнге жететін тамаққа тапсырыс бердім. Жеткізу қосымшасы арқылы ұзақ сақталатын азық-түлік, ауыз су және күнделікті тұрмысқа қажетті заттардың бәрін сатып алып, 518-ші бөлмеге келесі кезекте дәріхана. Видеоны аяқтайтын боламын. Короче, жалған салайын ба, салмайын ба? Айтыңыздар. Сен оны давайте.